Ассаляму алейкум. Сіздермен бүгін өте жұмсақ, дәмді әрі оңай жасалатын жалқау Наполеон тортын жасайтын боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына толық сенімдімін. Менің арнама тіркеліп кетіңіз. Қайнатпалы крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 4 жұмыртқа мен 4 ас қасық ұнды жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнды біртіндеп қосып отырып жақсылап араластырып алыңыздар. Ешқандай комок қалмау керек. Жарты литр сүтімізді табаны қалың ыдысқа құйып, отқа қоямыз. Оттың астын орташа етіп қойыңыздар. Араластырып тұрып қантымызды қосамыз. Сүтіміз қызған кезде жаңағы дайын тұрған жұмыртқа мен ұнның массасын біртіндеп қосып отырып араластырып тұрамыз. Отымызды қатты етіп қоямыз. Және де бізде осылайынан ақырындап қоюлана бастайды креміміз. Креміміз дайын болған кезде сары майымызды қосамыз. Бізде сары май еріп кету керек. Жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай комок қалмас үшін миксер пайдалансаңыздар болады. Бір келкі масса шыққанға дейін осылайынан миксерлейміз. Бізде осындай әдемі крем шықты. Кремді суытуға қалдырамыз. Қатпарлы қамырды 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 25 минутқа 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Қатпарлы қамырымыз дайын, қызарып әдемі болып пісіп шықты. Қамырды қатпарларынан ажыратып, осылайынан кремге салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды формаға құйып аламыз да, бетін бір келкетіп тегістеп шығамыз. Егер формаңыздың диаметрі кішірек болса, тортыңыз биік болып шығады. Тортымыздың бетін ас пленкасымен жабамыз да, кем дегенде 4 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Торттың бетін қамырдан қалған қабыршықтармен әрлейтін боламыз. Торт өте дәмді, жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, өте жеңіл дайындалады және барлық қолжетімді бағада шығады. Видеом ұнаса, лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.